жемқорлыққа қарсы саясат әрбір қазақстандықтың өмірінің маңызды құрамдас бөлігі. Бізге адалдық, әдептілік және құрмет дегенді балалық кезден үйретеді. В школах рассказывают об ответственности за дачу и получение взятки. Объясняют, куда обращаться в таких случаях и как сделать нашу страну и жизнь лучше. Подробнее о том, какую работу по антикоррупционному воспитанию проводят в образовательных учреждениях ПХШ, смотрите в сюжете. Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру білім беру ұйымдарында да жүргізіліп жатыр. Мектептің бірінші қабатында парасатты азамат стенді безендірілген, және осы бірінші қабатта өзіне өзі қызмет ету бұрышы жұмыс жасайды. Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы нөмірі 190 бұйрығымен бекітілген педагогикалық әдет қағидалары педагогикалық кеңесте ұжыммен таныстырылады. Және педагогтарға, ата-аналарға құқықтық жаппай оқытуға арналған жиылыстар осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру жұмыстары арқылы жүргізіледі. Квартал сайын осы тақырып бойынша ата-аналардан сауалнама алынып тұрады. Мектепте адалдық дүкені жұмыс жасайды. Мұғалімдер мен ата-аналардың және аналардың мерекесіне байланысты сыйлықтарға қаражат жинауға тыйым салынатындығы қатаң бақылауға алынған. Чтобы воспитывать антикоррупционную культуру с детства, в каждой школе есть магазин честности. Я, как ученица школы-лицей номер 17, хочу показать вам наш магазин. Здесь любой может взять товар и оставить за него деньги в импровизированной кассе. Так школьники учатся быть честными и ответственными. Магазины честности пользуются большой популярностью. А вот и очередной покупатель. Привет! Расскажи, почему ты пришел в магазин честности и что ты думаешь насчет такой идеи? У меня закончилась ручка, и я пришел купить новую. Это очень хорошая идея, ведь кто-то может потерять какой-нибудь школьный предмет. Но если он придет в магазин честности, то он может купить этот товар. И еще в магазине честности нету никаких продавцов, и магазин рассчитывает на нашу честность. Поэтому я и пришел сюда. Воспитание честности и негативного отношения к коррупции начинается с младших классов. В школе гимназии номер 7 прошла интеллектуальная игра для учеников 3 класса. Соревнование состояло из 4 туров. Қатысушылар заң, құқық және сыбайлас жемқорлық туралы сұрақтарға жауап береді. Ойын түрінде пара бергендер мен пара алғандар қандай жауапкершілікке тартылады? Осылайша оқушыларға ерте жастан бастап сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік үйретіледі. Пара бермеу және алмау. Екінші, мақсатты нәтижелерге жету үшін өз мүмкіндігіңізбен жетуге тырысыңыз. Үшінші, парақорлықты көрсеңіз, жергілікті органдарға ақпарат нәзіріне хабар беріңіз. Төртінші, сыбайлас жемқорлықты көрсеңіз, 14-24-ке хабарласыңыз. Жемқорлық қоғам дерті. Дерті немі? Онымен күрес. Бірге күресейік! В каждой школе есть клуб Адал-Урпак. Целью деятельности добровольного школьного клуба является создание условий в школе для становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и социально компетентного гражданина и патриота. Работа клуба ведется по школьному плану. Это проведение бесед с учащимися, проведение классных часов членами клуба, проведение круглых столов, антикоррупционных минуток, сюжетно-ролевых игр, диспутов, дебатов и написание эссе. На заседании клуба проводится изучение проблемы коррупции в государстве, ответственности за коррупционные проявления, нарушения законодательства и противодействия коррупции. В целях предупреждения коррупционных действий проводится акция «Вместо букета газета, вместо подарка подделка». Членами клуба Адал-Урпак при проведении различных мероприятий оказывается помощь учителями-предметниками, классными руководителями, администрацией школы и членами попечительского совета.